Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қарапайым ақ қағаздан осындай әдемі оформлениеге арналған, стенаға арналған гүл жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен біз ақ парағымызды аламыз және осылай ортасынан бүктеп, ортасын біліп алатын боламыз. Бірден қайшымен немесе өзіңізге ыңғайлы етіп ручкамен сызып алсаңыз да болады. Осылай жүрекше тәріздес етіп күлтесін қиып алатын боламыз. Осындай күлтенің 5 танасын қиып аламыз. Бұл ең сыртқы бөлігі болады. Енді қарапайым ручканың көмегімен осылай екі күлтесін ішке қарай орап гүліміздің күлтелерін жасайтын боламыз. Осылай күлтенің түрін жасап алдық. Сыртқа қайырып аламыз. Ручкамен немесе дөңгелек заттың көмегімен. Енді ыстық клейімізді алып, қақ ортасында сызықтан кішкене қиық түсіреміз. Қайшымен және ыстық клеймен бір-біріне қарама-қарсы бағытта осылай барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Міне ортасын қидық, клейді тамыздық, бір-біріне қарама-қарсы жабыстырдық. Енді осылардың барлығын ыстық клей арқылы бір-біріне үстеріне мінгестіре отырып клейлейтін боламыз. Ең сыртқы үлкен бөлігі 5 ақ парақтан жасалады. Немесе өзіңізге ыңғайлы, өзіңізге ұнайтын түстен жасасаңыз болады. Міне осылай құрастырып алдық. Енді бір ақ парақты алып, гүлімізді теріс қаратып, астына ыстық клейді тамызып, ақ парақтың үстіне тегістеп жабыстырып шығатын боламыз. Осылай тегістеп ашық жер қалдырмай жабыстырып алатын боламыз. Енді артына төңкеріп, артық жерін дөңгелек етіп қиып тастайтын боламыз. Осылай дөңгелек етіп артық жерін қиып тастайтын боламыз. Міне бізде үлкені дайын. Енді ортаншысын дайындау үшін бір ақ парақты осылай екіге бөлетін боламыз. Және осылай жаңағы үлкенін көрсеткен сияқты жартысын дәл сол әдіспен 5 күлте дайындап алатын боламыз. Осылай қайырып, ортасын ыстық клей арқылы жабыстырып, бұл ортаншы бөлігі дайындап болған соң осылай ыстық клей арқылы ортасына жабыстыратын боламыз. Енді ең кішкене бөлігін жасаймыз. Оны жартысы бөлігіне жасайтын боламыз. Жартысын тағы да екіге бөліп, оны бағанағы әдіспен күлтелерді дайындайтын боламыз. Бұған тағы да 5 штук дайындаймыз. Осылай бір-біріне жалғап, мен 4 штук жабыстырдым. Осылай ортасын жабыстыратын боламыз. Енді гүліміздің ортасына өзіңізге ұнаған түсте немесе жылтырақ фоамираны да пайдалансаңыз болады. Өте әдемі көрінеді. Мен однотонный розовый түсті таңдадым. Осылай майдалап, екіге бүктеп қиып шығып, бұны басынан бастап орап, осындай гүліміздің ортасын жасайтын боламыз. Енді ыстық клейдің көмегімен ортасына жабыстырып, ашып жіберетін боламыз. Бұны үлкен қылып істесеңіздер әдемі көрінеді. Міне біздің гүліміз өте оңай, тез дайындалады. Алдағы келе жатқан 8 наурыз мейрамына үйіңізді немесе мекемеңізді осылай сәндесеңіз болады. Назарларыңызға көп рахмет. Егер осыдан кішкене көлем жасайтын болсаңыздар, екінші ортаңғы